көрсетілген. Ал Эмидің ата-анасы болса, сұхбаттасу кешін ұйымдастырады. Ол кеште Ник күліп түскені үшін журналистерден басу жариялады және бүкіл теледидарда оны көрсетіп жатады. Жұмыс орнына көрсетілгендіктен полиция қызметкерлері Никтің жұмысына барады. Ол жерге барып ақтара бастайды. Ник тауып алған конвертті оқи бастайды. Және сол уақытта полиция қызметкері кабинеттен әйелдер іш киімін тауып алады. Ол оның кімдікі екенін білмейтінін айтады. Ник өзінің әкесінің үйіне барады. Барып қарай бергенде столда тұрған конвертті алады. Енді алып оқи бергенде полиция қызметкері жетіп келеді. Ол жерде ештеңе істей алмағандықтан шығып кетеді. Және машинада отырып конвертті ашып оқи бергенде